Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне арналған әртүрлі жемістерден компот жабатын боламыз. Қыстың қамын жаз ойла демекші, қазір банкі жабудың сезоны басталып жатыр. Сондықтан да мен сіздермен өз компот жабу әдісімен бөлісейін деп шештім. Әдеттегідей ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қосуды ұмытпаңыз. Ең алдымен банкаларымызды жуып, жақсылап тазартып аламыз. Сонан соң біздің компотымызға керекті жемістер: қара өрік, сары өрік, шие, алма, апельсин және жалбыз, яғни мята керек болады. Жемістердің барлығын жақсылап жуып, тазартып аламыз. Сонан соң банкаларымызды осылай ыстық суда стерилизовать етіп аламыз. Жақсылап жуып, тазартылған үлкен ыдысқа су қайнатып қоямыз. Міне осылай банкаларымыздың барлығын стерилизовать етіп аламыз. Ыстық суымызда қайнағалы жатыр. Қақпақтарында осылай ыстық суда бір қайнатып аламыз. Ең алдымен шие саламыз. Қолымызбен 2-3 уыстан салып шығамыз. Міне шиелерімізді салып болдық. Енді алмаларды салып шығамыз. Алма менде үлкен болғандықтан осылай бөліктерге бөліп салдым. Алмаларымызды да салып шықтық. Енді қара өріктерді саламыз. Қара өріктерді де салып жайғастырып алдық. Ендігі кезекте сары өріктерімізді салып шығамыз. Сары өріктерді де салып жайғастырып алдық. Енді әр банкаға 2-3 тілімнен апельсиндерді салып шығамыз. Ендігі кезекте мяталарды салып шығамыз. Қандай компот жапсақ та мята салып жіберсеңіздер өте дәмді болып шығады дәмі. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлық жемістерді салып жайғастырып алдық. Ендігі кезекте ыстық суларды осылай алдымен кішкенеден құйып шығамыз. Өйткені барлығын бірден құйсақ банкымыз жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан кішкене ыстық суды құйып, булап жылытып аламыз. Сонан соң толтырып, ыстық су құйып шығамыз. Міне осылай банкалардың барлығына толтырып ыстық суды құйып алып, бір ыстық суда бір қайнаған қақпақтарымызды жауып 10-15 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Менде шамамен бір 20 минуттай тұрды. Ендігі кезекте осындай арнайы қақпақты кигізіп, жаңағы ыдысымызға қайтадан төгетін боламыз. Міне банкаларымыздағы суларды қайта кастрөлге құйып алдық барлығын. Енді кішкене су қосып жіберуді ұмытпаңыздар, өйткені жетпей қалуы мүмкін. Енді әр банкаға осылай бір стаканды қатты толтырмай қант салып шығамыз. Менде шамамен 180 граммдай қант. Ал 3 литрлік банкаға толтырып саламыз және кішкене бір саламыз. Міне осы аралықта банкалардан құйып алған суымыз қайнап шықты. Енді қайта банкаларға құйып шығатын боламыз. Енді сразу толтырып құя берсеңіздер болады. Өйткені банкамыз әлі ыстық күйінде тұр. Міндетті түрде қайта құйып алған суды сақырлатып қайнату қажет.
Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің салған видеоларым бірінші болып сіздерге түсіп отыратын болады. Міне, банкаларымызға суды қайта қайнатып құйып алдық. Қақпақтарын осылай қойып, енді арнайы жапқыштың көмегімен ауыздарын бұрап жауып шығамыз. Достар, қорықпай осы әдіспен жаба берсеңіздер болады, ешқандай да атылмайды. Ең бастысы жемістеріңіз тазалап жуылған болса болғаны. Мен өзім әрдайым осы әдіспен жауып жүрмін. Қақпақтарын жауып болған соң міндетті түрде осы видеода көрсетілгендей етіп шайқап аламыз. Түбінде тұрып қалған қанттар еріп кету үшін. Қақпақтары жақсылап жабылған банкаларды осы видеода көрсетілгендей етіп төңкеріп, үстін жылы көрпемен орап, 1-2 күнге қалдырамыз. Міне, осымен біздің ассорти компотымыз дайын болды. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.